Достар, қазір мынау бүкіл Қазақстан жаппай үй кезегіне тұрып жатсыздар ғой. Өтініш көп деген сәттер ескеріңіздерші. Үй кезегіне қазір тұрып жатқан бағанағы қандайды бір категориясы жоқ бүкіл жандарға жер қойыңыздаршы. Себебі негізгі заң бар, тұрғын үй қатынастары деген. Одан соған өзгерту енгізілген. Қазір түскі ас ішіп отырып осы өзгертулерді оқып көріп жатырмын да. Енді ең бірінші мәселе, бірнеше мәселе айтып өтейінші. Мысалы, сіз қазір 5 категорияда үй кезегіне тұрдыңыз. Мысалы, Тараз қаласында тұрдыңыз, Алматыда тұрдыңыз, Астанада тұрдыңыз. Жұмыс барысымен қандай да бір басқа қалаға ауысып кеттіңіз да, жұмыс барысымен. Пропискаңыз ауысты. Пропискаңыз бірнеше ай сол қалада болып кететін болса, сізді мемлекет автоматты түрде бұрын тұрған үй кезегіңізден шығарып тастау құқығы бар. Естіп отырсыздар ғой, яғни мысалы, сіз қазір Шымкент қаласында үй кезегіне тұрдыңыз, жұмыс барысымен Астанаға ауыстыңыз, Астанаға пропискаңыз ауыстырдыңыз, ойыңызда ештеңке жоқ. Бірнеше уақыттан кейін сізді тұрғын үй кезегіне мемлекеттің шығарып тастауға толыққанды құқығы бар. Себебі постоянно место жительства сізде ауысып кетті. Одан кейін жетім балалар бойынша просто айта салайыншы. Қазір айтып отырмыз, Астана, Алматы, Шымкент қалаларына 3 жыл прописка керек деп. Жетім бала категориясы бойынша үй кезегіне тұрайын деп жатқан жандар, сіздерге 3 жыл прописка керек емес. Қосымша ол жерде жетім бала категориясы бойынша 29 жасқа дейін жетім бала ретінде үй кезегіне тұра аласыздар. Егер 29 жасқа дейін армияға барып келсеңіздер, қанша уақыт армияда болдыңыздар, сол қосылады. Мысалы, 1 жыл армияда болып келсеңіздер, онда 30 жастарыңызға дейін сіздер үй кезегіне тұра аласыздар. Қосымша долямен отказ беріп жатыр деп бүкіл оқырмандарым жазды да, мен закон зерттеп отырмын. Бұл жерде доля жайлы ештеңке жазылмаған. Негізінде де, бірақ енді қазір тағы да қарап көрейін. Бірақ тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес екі түсінік бар да, үлес доля. Яғни ол толыққанды меншік құқығы емес дейді бірінде. Екіншісінде айтады, егер сенде 50%-ға дейін доля бар болса, сен тұрғын үй кезегіне тұра аласың деп айтылғанда. Сондықтан менің ойымша болашақта бұл мәселе ескеріледі деп ойлаймын. Және де енді екінші сәтті хоть ескерілсе, яғни 50%-ға дейінгі долясы жоқ адамдар үй кезегіне тұрса екен. Себебі кейбір адамдар еріксіз түрде қабылдады да ол доляларды. Біліп жүріңіздер, бана прописка мәселесі негізі маңызды. Жақсы достар.